Қазақтың ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген мақал бар. Менің ағам да, інім де бар. Мен аға деп жазаламын. Сен де жазалатын боларсың. Сурет астына аға сөзін жаз. Ал енді іні деп жазайық. Іні. Ол үшін дыбысын білуіміз керек. Мынау дыбысының таңбасы. Іні. Менімен бірге қайталап айт. Дыбысы бар сөздерді тыңдап, есіңе сақта. Із, ірімшік, інжугүл, ілгек, ілбіс, кірпі, жіп, елік.